көріп, өзі түсінетін орын деген екен Шәкен Айман. Ұлы тұлғаның пікірімен толықтай келісуге болады. Себебі сан түрлі өнердің басын қосқан театр әлемінен жан дүниемізді мазалаған өмірлік сұрақтардың жауабын табатынымыз рас. Өнердің осындай қиын жолын таңдаған, өнерім, өмірім деп сахнаға жан тәнімен берілген талантты актриса Мамедова Жұлдыз Қайырбекқызын шақырып отырмыз. Өлкеміздегі өнердің қара шаңырағы Хадиша Букеева атындағы Қазақ драма театрының әртісі, көптеген театрлық қойылымдармен қатар бірнеше телехикаяға түсіп, көрермен көзайымына айналған талантты өнерпаз. Сонымен қатар Жұлдыз Мамедованың есімі Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына ұсынылды. Қазіргі сәтті пайдалана отырып, баршаңызды дарынды жерлесімізге дауыс беруге шақырамыз. Ол үшін Facebook әлеуметтік желісінде Жұлдыз Мамедова парақшасында сілтемеге өту қажет. Бүгін айта кету керек, дауыс берудің соңғы күні, сондықтан да құрметті көрермен баршаңызды белсенді қатысып, қолдау көрсетуге шақырамыз. Енді Жұлдыз ханым Орал қалалық кітапханасына қош келдіңіз. Алдымен өзіңіз туралы, өскен ортаңыз туралы айтып берсеңіз, жалпы өнер адамы болу бала кезгі арманыңыз беді? Сәлеметсіздер ме, өнер сүйер қауым. Сіздерге үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Бұл өнер негізі менің балалық шағымнан жүрегімнің түкпірінде бір орын алған өзімнің сүйікті мамамын. Өйткені анамның айтуы бойынша жалпы бала болғанда мен ортаға қонақтар жиналған кезде билеп, ән айтып, өзімнің барымды салып, өнерімді көрсеткенмін. Сондай шапалақтарды немесе жаңағы ән айту, сондай бәрі енді бағалайды ғой. Кәмпит береді, үлкен кісілер, әжелер жаңағы құт береді. Мамам шапалақтап бетіне сүйеді, әкемнің басынан иіскеп, сонда мен сондай бақытты өзімді санайтынмын. Сонда өзімді сондай мен жұлдызбын деп өзімді сондай сезінетін бала кезімнен. Әрине өсе келе бұл арман деген өсе берді менде. Жалпы енді мен Алматыда өнер академиясын бітірдім, Темірбек Жүргенов атындағы академиясын. Бірден мен бұл академияға түскен жоқпын. Өйткені мен мектепті бітірген соң мамам, анашым айтты, сен қызым өнер жолды таңдама, өйткені біздің әкең жақта, мен жақта ондай жоқ өнер адамдар жалпы. Біз жақта енді экономист, мұғалімдер бәрі. Сен одан да біз бәріміз мұғалімбіз, сен ақ халатты абзал жан болып дәрігерлікке оқысайшы деп анам маған ақылын айтты. Енді анамның көңілін қайтармай, мен сол Алматыдағы республикалық медициналық колледжді бітірдім. Жалпы еще қызыл дипломға бітірдім. Сонда маған жолдама берді колледж. Сіз қазір осы қызыл дипломмен бірден экзаменсіз Асфендияров атындағы медициналық университетке түсуге болады деп. Бірақ енді жүрекке әмір жүрмейді, енді жүрек деген басқаша сайрап тұрды. Жалпы мен осы колледжда оқып жүрген кезде театрларға баратынмын, Әуезов театры бар, қойылымдарын тамашалайтынмын. Одан опен қоса тағы да Абай опера театрды жақсы көремін. Енді сол құжаттарымды алып, мен өнер академиясына бардым. Одан кейін енді үлкен конкурс болды. Сол жылы мен түскен кезде 300-ден аса жаңағы оқушылар, абитуриент дейді ғой, келді жан-жақтан. Қызылорда, Шымкент, Өскемен, Павлодар, Петропавл. Енді жан-жақтан дарынды балалар келді. Соны мен құжаттарымды алып Алматыға сол өнер академиясына барған соң, жалпы мен ойладым, эстрада факультетіне түсем бе деп, әнші болам деп мен ойладым. Әнші болам, ән айтқым келеді. Бірақ мені актерлық шеберлікке шақырды. Калкен Кенжетаев, Есім Сегізбаев деген менің ұстаздарым.
енді үлкен ұға тұлғалар, бұл есімдер. Сол ағалардан білім алып, 2002 жылы мен академияны бітірдім. Жолдамамен осы Орал қаласына, Батыс Қазақстанға келдім. Біз негізі диплом спектакль қойғанда, бізді диплом спектакльді бірнеше бас режиссерлар келді қарауға, таңдауға. Соның ішінде Қызылорда облысы бар, Петропавл, Павлодар, жан-жақтан, оның ішінде Орал қаласының бас режиссері Мұрат Ахманов келді. Енді біз таңдап жатырмыз, қай қалаға барамыз. Жалпы енді бір қаланың режиссері айтады, бізге келіп, бізде пәтер бар, бәрі дайын, кіресің, кіріп, міне дегенде сондай неше түрлі енді түсті шақыру. Бірақ ойладым енді, Орал қаласына барам, көрейінші деп, жалпы сол жақтың батыста мендегенде шыны келген, мұнда ешкім жоқ. Туыс та жоқ, бауыр да жоқ, таныс та жоқ. Барамын деп. Онымен қоса біздің драма және муздрама бөлімін бітірген қыздардың бәрін жинап, 7 бала болып келді. Бұл маған енді жақсы ғой. Біреу барғанша, одан да өзіміз топ болып бар, бірге бастайық деп, сондай үмітпен келдік. 7 бала болып келдік, оның ішінде қазір екеуміз ғана қалдық. Ол менің группаласым Сейтмахамбетов Нұржігіт осында қалды. Осы батыс қызының алып, отбасы, бала-шағасы бар. Мен осы шақта тұрмысқа шықтым, Аллаға шүкір тәуба. Бүгінгі осы күнге дейін осы театрда жұмыс атқарып келе жатқаныма мен ешқашан өкінбеймін. Және тағы да маған осындай ұсыныс қойса, қайда барар едіңіз? Мен Орал театрын таңдаушы едім. Рахмет. Енді Хадиша Бөкеевна Қазақ драма театрына қабылдандыңыз, актриса болып. Мұндағы қандай қойылымдарды сахналадыңыз? Енді жалпы 20 жыл болады Алла осы биыл. Осы 20 жылдың ішінде мен Аллаға шүкір тәуба, режиссерлар маған берген қойылымдардың рөлдерді сеніммен қарап, әрбір режиссерға үлкен рахмет айтқым келеді. Әрине көп рөлдер, оны енді былай айтып отырмын ғой, ішінде балалық қойылымдар бар, үлкенге арналған қойылымдар бар. Жалпы былай енді 50-ден аса осы 20 жылдың ішінде. Енді әрбір актриса армандайды. Мынандай рөлді ойнасам, мынандай маған Аллаға шүкір тағы да мен бірден-бір Аллаға бірінші айтам шүкір. Одан кейін ұжымыма, әріптестеріме, жаңағы маған менімен бірге ойнаған партнерларыма үлкен рахмет айтам. Өйткені біз актриса, актерлар тек осы ансамбль составпен үлкен қойылымдарды әріптестерімен шығарамыз. Мен өзім жалғыз актриса бола алмаймын ғой, өзіммен өзім ойнап. Сондықтан оның ішінде енді шетелдік классикалары бар. Сүйікті образдарым ішінде енді көп. Негізі осылай журналистер маған сұрақ қояды, сіздің қандай ең жақсы көретін рөліңіз деп. Мен рөлдерімді бөлмеймін. Кішкентай рөл болсын, үлкен рөл болсын, масса болсын, эпизод болсын, мен әр рөліме өте сондай құрметпен қараймын. Өйткені үлкен дайындықпен оған келемін. Оны өзім жаңағы қарап, оны характер іздеймін бір рөлден. Мейлі кішкентай рөл болсын. Ол образ героиня неше жаста, ол қандай күйге кешті, қандай үйде тұрады, оның шашы қандай, енді анализ жасайсың да. Сондықтан мен әрбір рөлім массовкада болсын, мен құрметтеймін, бөлмеймін. Дегенмен әрбір әртістің, немесе актрисаның көкейінде сүйікті бір образы болады. Сіздің ойнағыңыз келетін арманыңыздағы образ қандай? Арманымдағы? Мен енді негізі арманым нетпей қояйын енді. Бұйырғаны деп айтайыншы. Шіркін осыны ойнасам дейтін осы рөлді. Шіркін деген мен білмеймін, мен ондайға айтпеймін. Өйткені мен қазақ лирикасында ойнадым, зарубежный классикада ойнадым, Джульеттада болдым, Қыз жібекте болдым.
үлкен менде даже мынандай болды, 27 жасымда мен қарт кемпірді де ойнадым. Возрастной дейді ғой, енді грим саласын. Ол кезде қасірет драмасы деген қойылым болды. Сонда мен туған группаласым, Данияр мен баламды ойнадым. Туған группаласым бірге Алматыдан келген. Соның ананың рөлі сізге жаңағы бекітілді, сол рөлі шығарасыз деген кезде мен ойладым, мен әлі жаспын ғой, қалай мен шығарам? Сонда маған ол эксперимент болды бір жағынан. Ал екінші жағынан ондай да шығаруға болады екен ғой, оған да еңбек салу керек. Сол грим, костюм, жаңағы кемпірдің өзінің бір әрекеттері, жүрісі, дауыс ырғағы. Мен айтып отырмын ғой, әрбір рөл маған өзіме жақын. Сондықтан мен мынандай рөл ойнағым келеді, немесе мынандай рөлді армандаймын деп айтпай ақ қояйын, бұйырғаны. Комедия мен трагедия театрдың ең танымал екі жанры. Осы жанрды сипаттайтын бетперде театрдың шаңына айналғанын білеміз бәріміз. Сіздің жан дүниеңізге осы екі жанрдан қайсы жақын? Өте жақсы сұрақ. Негізі мен драманы жақсы көремін. Жалпы өзім табиғатым сайма, білмеймін. Комедияны енді әрине ол жақсы ғой. Комедияда ойнауда өте оңай емес, ол да қиын. Бірақ дегенмен драма маған жақсы. Драмалық қойылымдарды осындай күрделі бір сценарий, сюжет болса, соған орай мен өзімді тағы да іздеймін. Тағы да өзіме көп анандай сұрақ қоямын. Осы кейіпкерім қалай болу керек? Оның ерекше мінезі қандай болу керек? Оның жаңағы сол спектакльге сай неге ол драма болып жатыр? Неге ол осындай қасірет жаңағы немесе психикалық өмір сүріп жатыр? Ол кейіпкерді мен іздеймін. Ол маған жұмбақ, мен ол жұмбақты шешемін. Және ол репетиция әзірлік кезінде маған қызық болады. Сонымен қоса өзімнің бір жақсы көретінім, онымен қоса мен жақсы көрем, жаңа үйде отырасың ғой, енді рөлді қарап отырып, жазып отырасың. Сонда мен келесі күні әзірлікке өзімнің жаңалық бірдеңені алып келемін. Оған режиссер қалай қарайды екен? Мен өше жалпы жақсы көремін, режиссерлар бізге мынандай не қоймайды да, жаңа ультиматум қоймайды. Былай шектеу болмайды. Былай ойнайсың, былай жүресің, екі шаг налево, направо, былай қарайсың, бұндайды мен жаратпаймын. Негізі актерға бізге кеңдік керек, еркіндік керек. Сол кезде біз шабыттанамыз, ашыламыз. Сонда мен негізі сондай анализ жасаймын жалпы көп рөлдерін. Сіз жайық жұртына театр әртісі ретінде танылсаңыз, қалың жұртшылыққа киноактриса ретінде танылдыңыз. Енді жалпы осы кино өнеріне қалай келдіңіз? Тағы да бір Аллаға шүкір деп айтамын. Енді әрине актриса болған соң, жалпы театрда жұмыс жасайсың. Театрда жұмыс жасаған соң, енді өзімді кино индустрия жағынан сынап көрейін деп, осы 5-6 жыл бұрын хабар агентствосы Келінжан деген телехикаяны түсірді. Сонда сол телехикаяның продюсері Гүлнұр Мамасарипова сценарий жазып, сосын рөлдерді бекітпеймін. Енді рөлдерді бекіткен кезде бәрі Алматының актерлары, Дариға Бадықова, Нұргүл Мыңғатова, танисыздар, Айсараны ойнаған, Мәдібекті ойнаған, Рустем, олар бәрі Алматыда. Сосын енді Астана, Қалибек Қанышбаевтың театрдан келген біздің актрисамыз Лейла Бекназар Ханинга сол кісі келді, ал Оралдан мені шақырды. Бірден мен кастингсіз өттім. Маған звондады, айтты, сіз осы рөлге бекіттіңіз, келіңіз деді. Бұл енді бір тағы да айтып отырмын ғой, енді әрбір адамға бұйырғаны. Енді ол сол бұйырғаннан кейін мен қалай одан бас тартамын? Әрине, барам дедім. Келісімімді бердім. Одан кейін маған айтты, осындай сіздің образыңыз осындай рөл. Әрине, ол комедия,
Жалпы ол роль өте қызық. Зияда енді ауылдың номер 1 өсекшісі, аяқта галош, ауза семішке, кешке дейін жаңа жұрттың хабарын, информацияны бәріне таратып жүретін кейіпкер. Сонда редактор, сценарист, продюсер осы рөлді сізге берді. Жалпы осындай героиня болады деген кезде күлдім әрине. Бірақ маған да ол да қызық болды. Шыны келгенде бұл енді түсірілім, ауылда түсірілді ғой бізде. Неге ол қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша бүкіл телехикаялардың ішінде осы Келінжан рейтингті ұстап тұр, бірінші орында. Өйткені ол отбасылық телехикая. Оның ішінде ана тақырыбы бар, бауырлар тақырыбы бар, абысындар, Келінжан, жалпы қыздың тәрбиесі, көршілердің өмір сүруі. Жалпы бұл актуальный темада, және әрбір ауылда Айсара бар, әрбір ауылда өсекші Зияда бар. Сондықтан бұл енді, сондықтан ойлаймын, отбасылық бәрі қарайды. Ол тек қана қыздар ғана қарамайды, ол ер азаматтар да қарайды, үлкен ақсақалдар да қарайды, әжелер де қарайды. Бұл сол себеппен өмірге жақын телехикая болған соң, сол рейтингті ұстап отыр. Өзіңіз жалпы қандай фильмдерді жақсы көресіз? Отандық кинематографта кімді ұнатасыз? Ой, негізі мен осы тағы да айтайыншы, балалық шағыма есіме түсіп отыр. Мен Меруерт Өтекешованы өте жақсы көремін. Осы Меруерт апамыздың Қыз жібек қойылым киносы шықты ғой енді. Онша Асанәлі Әшімов бар. Сол Меруерт апамызға қарап, мен сондай сүйсініп қарайтын едім. Қандай әдемі, қазақи, табиғаты қандай, үстінде костюмы қандай, біздің жалпы қазақ ұлттық киім мықты ғой өте. Сосын соның болып жатқан уақиғасы, түсірілімі, жалпы аққулар, табиғат өте әдемі. Сонымен Меруерт Өтекешова апамызды өте жақсы көремін. Сол кісінің мүмкін осы кісіге еліктеп мен өскен болатынмын. Олармын жалпы қарап, бола мен осындай ала осы. Мен де осындай қазақ костюммен киінем, мен де осындай әдемі сырға тағам, мен де киноға түсем деп сондай бір арманым болатын еді. Жалпы армандар бәрі орындалады. Тек қана оған сену керек және еңбектену керек. Жұлдыз ханым, біз білмейтін басқа бір өнеріңіз бар ма тағы? Әртістіктен, актрисалықтан басқа? Басқа қырыңыз? Басқа қырым ба? Білмеймін, мен өзімді ешқашан жасырын ұстамаймын. Өйткені мен жұмбақ адам емеспін. Сосын жасыма дейін айтып жүремін. Мен кейбіреулер айтады ғой, мен жасым осылай, нешедесіз деп кейбіреулер келіншектер, әйелдер ұнатпайды. Мен жасыма дейін айтамын, жұмыс қайда жасайтыныма дейін айтамын. Жалпы қайда жүргенімді бәрін айтып отырамын. Менде ондай жасырын деген жоқ. Бірақ осы қосымша мен театрдан қосымша тағы да Назарбаев зияткерлік мектепте ұстаздым. Өзімнің шабыт драма үйірмем бар. Сонда мен балалармен қойылым қоямын. Осы биыл 6 жыл болды, режиссермыз сол мектепте. Шабыт драма үйірмесінде біз Шәмші Қалдаяққа арналған қойылым қойдым. Дулат Исабековтың желісі бойынша жаңағы Көксерек бар ғой, сол повесть жазылған бойынша мен Қандазу деген қойылымды қойдым, қасқырлар туралы. Құстар фестиваль деген, Құстар фестиваль ол Дулат Исабеков, Мұхтар Әуезов Көксерек желісі бойынша жазылған Қандазу деген қойылым. Және неше түрлі бізде видео түсірілімдер болады. Мен шәкірттермен айналысам, Аллаға шүкір тәуба, қыздарым, ұлдарым бар. Халықаралық модель мектебінде актер курсын жүргізем. Онда 2-3 тобым бар. Кішкентай тобым 3 жастан басталады менде. Одан кейін үлкен топтарым бар, қыздарым бар. Аллаға шүкір, мен өзімді ойлаймын. Вообще жалпы мен балалармен жұмыс жасағанымды өте жақсы көремін. Бала деген бала ғой, ол ешқашан алдау деген жоқ та, оның көзі, жүрегі сондай мөп-мөлдір. Оның көзінен бәрін көруге болады. Сондай көздер жайнап тұрған кезде мен балалармен жұмыс жасағанда өзіме сондай ләззат аламын. Жақсы көремін. Демек, ұстаздық, режиссерлік қырларыңызда бар деген сөз. Шүкір.
Енді сіздің өміріңізде кітаптың алатын орны қандай? Жалпы өнер адамы үшін кітап оқу қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Кітап оқу өте маңызды. Ол адамның өсуіне байланысты. Жаңағы интеллект дейді ғой, көзқарасы, санасына ашу. Жалпы кітап қазіргі мен ойлаймын, біздің мына заманда енді интернет бәрі дамыды ғой. Кейбіреуінде кітапханаға, біздің кезімізде енді кітапханаға бір кітапты табу үшін өте сондай бір қиын болды ғой. Бір кітапты аламыз, одан кейін күтеміз, нағыз қашан оқып болады, одан кейін мен келесіме алып аламыз, одан кейін менен өшіп тұрады. Ал қазір енді интернет бар. Қандай кітап болмасын, сол жерден тауып аласың, іздейсің, оқисың. Жалпы кітап оқу керек. Мен өзімнің балаларыма айтамын, сен сол жарты сағатты телефонды шықып отырғанша, одан соң сен кітапты алып оқы, таныс. Сенің әлемге, жалпы өзінің, біздің қазақ менталитетімізде қандай рухани байлықтар жатыр, көп бар, көп. Энциклопедиялар қаншама жазылды да, тарихтар қандай үлкен. Соның бәрін білу үшін кітап оқу керек. Енді театр сахнасында, кино алаңында жүргеннен кейін қызықты оқиғалардың көп болатын анық. Сондай оқиғалардың бірін еске түсіріп өтсеңіз қазір. Енді ондай көп бізде қызық сәттер театрда бар, гастрольдік сапарға шыққан кезде ондай да болады, түсірілім алаңында болады, енді әртүрлі болады ғой енді. Бір енді бәрін айта бермеймін, бірақ дегенмен қайсы айтайын. Енді өзімнің группаластарым жаңа келді ғой, 7 бала, сонда біз үлкен жаңа жылға қойылым ертегіні қойдық та, сонда ертегі басталды, жаңа балалар жиналды. Мен жағымды кейіпкерді ойнадым, және менің егізімді жағымсыз кейіпкерді Қорлан Шамилова деген актриса ойнады. Екеуміз егіз апасымыз. Бір себептермен жаңа Қорлан жұмысқа келе алмады. Бір үлкен себептер болды, сол келе алмады. Бірақ енді мен шықтым, енді Қорланның сахнасы жақындап келе жатыр. Қорлан жоқ, музыка болып жатыр. Мен ойлап жатырмын, енді қалай енді онсыз ертегі болмайды, анандай не істейміз деп тұрған кезде сол қойылымның режиссері Асхат Майниров сол күні сол ертегі келіп қалғанында жақсы болды. Ол кісі де байқады, Қорланымыз жұмыста жоқ екенін. Жүгіріп барып Қорланның киімін киіп алды. Енді ойлаңыз, Асхаттың бойы ұзын ғой. Сол көйлекті киіп алып, бас киімін киіп алып, парикті киіп алып, сол сахнаға шығып тұр. Ол негізі сол сахна өте сондай бір серьезный, маңызды сахна ғой. Енді ана жерде күлкісіз айтуға болмады да. Мен сөйлеп тұрмын, бірақ артымда мен өзім күліп тұрмын енді. Енді негізі былай қарағанда, былай қарап сөйлеп тұрмын да. Сол до конца осы Асхат сол қойылымда сол образды ойнап шықты. Енді ертегі біткен соң, енді күлдік енді бәріміз. Не болса да ертегі тоқтап қалған жоқ қой, енді көрермен келді. Сол уақиға менде әлі дейін есімде. Гастрольдік сапарларда неше түрлі болады енді. Атырауға барған кезде біз Махамбет қойылымын қойдық. Сонда енді Атыраудың көрермендері сондай шыңай беріліп кеткен ғой жаңа қойылымға. Сонда Исатайға шауып, жаңа Махамбеттен үлкен-үлкен бір күрделі сахналары барда, сонда бір әже айғарай, өлтір деп айғарап отыр ғой салдарынан жаңа. Өлтір, сол керек оған, өлтір деп. Сосын маған өзімнің бір қойылымда мен анда жағымсыз ойнаймын да. Сол бір реплика болды, ой, мына қыздай деп біреу маған жұмыстап отырды, енді айтып жатыр да, анау көрерменнің өзінің пікірі сыртқа шығып жатыр. Сосын тағы бір қойылым болды, Қысқа ғұмыр деген. Сонда қойылымда енді көрген шығарсыздар, менің жолдасым
ішеді, ұрады мені, шашымнан жылады, жаңа жерден мені сүйреп тебеді. Сонда мен жылаймын, айғайлаймын, өзі бүйтіп ұрып тастап кетіп қалады да, мен жылап жатамын. Сонда гастрольде білмеймін, біз орта жаққа бардық па, сол үлкен айғайлап жіберді, қолың сыңғыр деп айғайлап жіберді ғой, сөйтіп. Сондай неше түрлі жағдайлар болады. Енді қазіргі жастардың театр өнеріне деген көзқарасын қандай деңгейде деп бағалайсыз? Қазіргі жастардың қызығушылығы өте жақсы, көңіліңіз толады. Көңілім толады, өте жақсы. Жалпы біздің әр қойылым болсын, премьера болмасын, біздің зал лық толы болады, аншлаг болады, өте сондай сұрайды, ертең тағы мынандай қойылым бола ма? Шыны келгенде қазір әрбір актердің, актрисаның өзінің көрермені бар. Маған келген кезде айтады, апай сізді сұрап жатыр, осы қойылымда мына кісі ойнайды деп, ойнамай ма, ойнай ма деп сұрайды да. Менің өзімнің көрерменім бар, сондай маған үлкен қуаныш. Жалпы менің көрерменім болмасын, бәрібір олар ең маңызды біздің театрымызды, біздің еңбегімізді бағалап, келіп, іздеп, әсіресе жастарға үлкен рахмет. Олар бөлмейді, ой, мынау деген жастарға арналған комедия, мелодрама, ой, мынау онша емес деп, олар келе береді. Біздің көрерменіміз бөлінбейді жасқа, жасы болсын, үлкені болсын. Енді осы өнер жолына түскісі келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Жақсы әртіс болудың сыры неде деп ойлайсыз? Неде деп айтар едіңіз? Еңбек. Жаңа 100%-ның ішінде 1% талант болса, 99% еңбек болу керек. Сосын сол 99% еңбек сен соны жұмыстан шығарсаң, сол 100%-ке толып, сол 1% өзекті, сол кезде сен мықты, үлкен, өнер тұлға боласың. Еңбекпен келеді бәрі. Жақсы. Жұлдыз ханым, қазіргі кездесу кешіміз бізде онлайн эфирде өтіп жатыр. Мұнда бізде оқырмандардан сұрақтар келіп жатыр, сол бірнешеуін қойып жіберейік. Тоқтарова Гүлдәурен дейді, жеке отбасыңыз, жолдасыңыз, балаларыңыз туралы айта кетсеңіз дейді. Мен енді отбасым туралы көп айта бермеймін. Жалпы біз өнер адамдармыз. Алдыңызға таңдау шарты қойылған болса, театр немесе кино, қайсын таңдаған болар едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Жалпы театр. Өйткені театр менің сүйікті сахнам, қасиетті шаңырағым. Осы театрдың арқасында мен актриса болдым. Театр таңдайсыз. Жұлдыз ханымның өмірінде ерекше орын алған 3 кітап қандай екенін? Ерекше алған 3 кітап. Жалпы мен жақсы көрем Абай жолы. Екіншісі көп кітап. Мен шетелдік кітаптарды көп оқимын. Гамлет уже қазір енді қойылымдар көбейіп кетті ғой соның ішінде. Ал орыс неден, орыс классикадан дядя Ваня бар, Горкийдің кітаптары бар. Қазір айтам, мәдени. Сәтсіз шыққан қойылымыңыз болды ма дейді? Дина деймін. Сәтсіз? Ондай болған жоқ. Мана өзіңіз айтқандай, әрбір рөліме образына еңбек сіңіреді. Әрбіріне құрметпен қарайды. Енді сұхбатымыздың соңында біздің кітапхана оқырмандарына айтатын тілегіңіз қандай? Бүгінгі сұхбатпен бізбен бірге болған оқырмандар, көрермендер, сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге де мың алғыс осы бүгін шақырғандарыңызға. Алла бұйырса, бүгінгі күн, жалпы барша күндеріңіз, өмірлеріңіз тек қана жақсылықта болсын. Бүгіннен бастап енді барша мұсылман қауымды Рамазан қасиетті айының құттықтағым келе жатыр. Ниеттеріңіз, тілектеріңіз қабыл болғай, аман болайық, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Рахмет.
Қадірменді оқырман, театр ол уақытқа қарамастан үнемі көруге қызықты өмір айнасы. Мемлекетіміздің өнерге деген қолдауының арқасында бүгінгі күні Қазақстан театрлары үлкен мүмкіндіктерге ие. Олар спектакльдер қою үшін жетекші режиссерларды шақырады, беделді фестивальдарға қатысады, Қазақстан және алыс жақын шетелдерге гастрольдерге барады. Жалпы қазақстандық театр өнері қазіргі уақытта көрермендердің арасында үлкен құрметке ие болып, заман ағымынан қалыспай қарқынды дамып келеді деп айта аламыз. Жұлдыз ханым, сіз уақыт бөліп бізге театрдың тынысымен, әңгімеңізбен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Қазақ театр өнерінің өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосатын жарқын рөлдеріңіз көп болсын, мол болсын, шығармашылығыңыз, шабытыңыз шырқау көкке самғай берсін.